2025 жылы көрнекті ғалым, жазушы әрі қоғам қайраткері академик Евгений Арыстанұлы Бөкетовтың туғанына 100 жыл толды. Евгений Арыстанұлы 1925 жылы 23 наурызда солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Шал Ақын ауданы Бағанаты ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Ерлі зайыпты Бөкетовтерде жалпы 14 бала болған, оның тек 5-еуі ғана тірі қалады. Евнейдің азан шақырып қойған аты Ибн Габиден, бірақ ата-анасы оны Ибни Габиден деп атады. Ал кейінгірек құжаттарда ол Евней деп жазылды. 1931-32 жылдардағы ашаршылық кезінде әкесі Арыстан отбасымен қазіргі Қорған облысына көшіп, қараш жұмысшы болып жұмыс істеген. Евней Бөкетов сол жақта мектепке барып, 1938 жылы ата-анасымен туған жеріне оралып, білімін аудан орталығы Марьевка ауылында жалғастырды. 1945 жылы 20 жасында орта мектепті тәмамдап, 1950 жылы Қазақ Тау-Кен металлургия институтын үздік бітірді. 2 жылдай өзі оқыған кафедрада оқытушы болды. 1954 жылы диссертация қорғап, 1956 жылы доцент, 1958 жылы оқу ісі бойынша проректор лауазымын атқарады. Ал 2 жылдан кейін Қарағанды қаласындағы Қазақстан ғылым академиясын химия металлургия институтын директор болып тағайындалады. Осы уақыттан бастап Евней Бөкетовтың ғылымы және ұйымдастырушылық жұмыстары басталады. Евней Бөкетов басқарған ұжым 5 бірдей авторлық куәлікке ие болып, Канада, Австралия, Швеция, Франция, Германия, Жапония, Италия, ақш тәрізді елдер патент тапсырған. Осы институтта түрлі түсті сирек және бытыраңқы металдар зертханасын ашады. Түсті металлургиядағы жаңа процестердің физика-химиялық негіздерін әзірледі. Селен мен теллурдың химиясы мен технологиясын, молибден мен рениді алу әдістерін жетілдіру, марганец кендерін кешенде өңдеу мүмкіндіктерін зерттеді. 1992 жылы Қарағанды мемлекеттік университетіне академик Евней Бөкетовтың есімі берілді.